Қайырлы күн оқушылар. Біз бүгін Виет теоремасын және Виет теоремасына кері теореманы қолданып есептер шығарайық. Алдымен қайталап өтейік. Ax квадрат қосу bx қосу c тең 0 квадрат теңдеуінің түбірлерінің қосындысы минус b бөлу a-ға тең, ал түбірлерінің көбейтіндісі c бөлу a-ға тең болады. x1 және x2 теңдеудің түбірлері болса, онда x1 мен x2-ның қосындысы минус b бөлінген a, ал x1 мен x2-ның көбейтіндісі c бөлу a-ға тең. Кері теорема. Егер m және n сандары үшін осы сандардың қосындысы минус b-ға және көбейтіндісі c-ға тең теңдіктері орындалса, онда m және n сандары x квадрат қосу bx қосу c тең болады 0 келтірілген квадрат теңдеуінің түбірлері болады. Яғни m және n сандары m қосылған n минус b-ға тең болсын, ал m көбейтілген n c-ға тең болатын болса, онда m мен n сандары x квадрат қосылған bx қосу c тең 0 келтірілген квадрат теңдеуінің түбірлері болады. Енді осыларды қолданып есептер шығаратын болсақ, бірінші мысал x квадрат азайтылған 6x қосу 8 тең болатын 0 квадрат теңдеуін шешейік. Бұл келтірілген квадрат теңдеу, мұндағы b минус 6-ға тең, ал c 8-ге тең. Олай болса, түбірлердің қосындысы минус b-ға тең, яғни минус 6, плюс 6 деп жазамыз. x1 мен x2-ның көбейтіндісі c-ға тең, яғни 8-ге тең. Міне осы шарттарды қанағаттандыратын сандарды табайық. Қандай сандардың көбейтіндісі 8-ге тең, қосындысы 6-ға тең болады екен. Бұл сандар 2 және 4. 2 мен 4-тің көбейтіндісі 8-ге тең, 2 мен 4-тің қосындысы 6-ға тең. Олай болса, теңдеудің шешімі 2 және 4 болады. Енді тағы да қандай есептерді осы теоремаларды қолданып шығаруға болады. Айталық бізге квадрат теңдеудің түбірлері белгілі болсын. x1 тең болады минус 3-ке, x2 тең болады 4-ке. Осы сандар қандай квадрат теңдеудің түбірлері? Яғни, түбіріне қарап отырып, біз теңдеудің өзін құрастырайық. Бізге белгілі түбірлердің қосындысы минус b-ға тең және түбірлердің көбейтіндісі c-ға тең. Сонда біз қазір x квадрат қосу bx қосу c тең 0 түріндегі теңдеуді құрастыруымыз керек. Ол үшін бізге b мен c-ны табу керек. Сонымен түбірлердің қосындысы минус 3 және 4-тің қосындысы минус b-ға тең, ал түбірлердің көбейтіндісі минус 3 және 4-тің көбейтіндісі c-ға тең. Осы сандарды табайық. 4-тен 3-ті азайтамыз 1, сонда минус b 1-ге тең болатын болса, минус b 1-ге тең болса, онда b-ның өзі тең болады минус 1-ге. Ал c тең болады 4 пен минус 3-тің көбейтіндісіне, минус 12-ге. b менен c табылды. Енді орындарына кеп қойсақ, бізде квадрат теңдеу шығады. x квадрат минус x, яғни b бізде минус 1-ге тең, сонда минус x деп жазамыз. Қосылған c, c-ның орнына минус 12-ні қоямыз. Минус 12 тең 0. Міне оқушылар, осы квадрат теңдеудің түбірлері минус 3 және 4-ге тең болады. Сонда біз Виет теоремасы және оған кері теоремаларды қолданып, теңдеулерді шеше аламыз, квадрат теңдеулерді. Сонымен қатар, егер квадрат теңдеудің түбірлері белгілі болса, теңдеудің өзін жаза аламыз екен.